Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 34-ші сабақ. Түскі тамақ. Тыңдаңызшы, апам айтар ақылды. Түскі тамақ, күшті тамақ, татымды. Тыңдаңызшы, менің апам ақыл айтады. Ол айтады, түскі тамақ, ол күшті тамақ. Түскі тамақ татымды, әрі құнарлы. Түскі тамақты қалдырмай жеу керек. Түскі тамақты жесең, тоқ жүресің дейді. Дәмді сорпа тәбетіңді шақырар. Сорпа тәбетті шақырады. Түскі тамақта міндетті түрде сорпа ішу керек дейді апам. Қуырдақ бар, қасығыңды батырар. Түскі тамақта қуырдақ та бар. Салат та бар, пайдалы, нәр бұл аса. Түскі тамақта салат та бар. Салат өте пайдалы, нәрлі. Палау да бар, дәм татып көр, ұнаса. Қалауың не? Құс еті ме, балық па? Түскі тамақта палау да бар. Егер ұнаса, дәм татып көр. Әлде құс етін жегің келе ме? Балық жегің келе ме? Ішіп жеп ал, қуат жина жайраңда. Түскі тамақта қуат жинауымыз керек. Тамақты молынан, дәрумені көп тамақтарды жеп, қуаттанып алуымыз керек. Не сұрайсың, компот әлде айран ба? Ішіп жеп ал, қуат жина жайраңда. Түскі тамақ, күшті тамақ, татымды. Ұмытпаймын, мен осы бір ақылды. Түскі тамақ, ол күшті тамақ. Мен апамның осы ақылын ұмытпаймын. Оқушылар, сіздер түскі тамақты қалдырмай ішіп жүрулеріңіз керек. Себебі түскі тамақ өте құнарлы тамақ. Оқушылар, сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.